Оқушылар, әріптер әлеміне қош келдіңіздер. Сіздермен бірге сымбат насихат қызы. Әліпби дегеніміз бірінен кейін бірі орналасқан әріптер жиынтығы. Өздеріңіз көріп тұрғандай, А әріпінен Я әріпіне дейін белгілі бір ретпен орналасқан. Ал енді балалар, алдыңғы сабақтарда біз сіздермен бірге қазақ әліпбиінде 42 әріп бар екенін білетін боламыз. Сабағымызда әріптерді бірге айтып, бірге жаттаймыз. Бүгінгі сабақта әріп және дыбыс туралы айтып өтемін. Әріп дегеніміз, әріпті біз көреміз. Әріпті біз жазамыз. Ал дыбыс дегеніміз, дыбысты біз аузымызбен айтамыз. Және дыбысты естиміз. Дыбыстар екіге бөлінеді: дауысты және дауыссыз. Дауысты дыбыстар өкпеден келген ауа ешбір кедергіге ұшырамай еркін шығуынан жасалынады. Дауысты дыбыстарды созып, әндетіп айтуға болады. Мына дауысты дыбыстарды созып, әндетіп айтып көрейік. А, О, У. Қайтала. Жарайсыңдар балалар. Енді келесі дыбыстарды айтып көрелік. Ә, И, Ы, Ү, И, О, Ү, Ү, Ё, Ю, Я. Қазақ тілінде 12 дауысты дыбыстар бар. Және 3 қосарлы дыбыстар бар. Сонымен қатар, қосарлы дыбыстар екі дыбыстың қосарлану арқылы жасалынады. Мысалы, Ё дыбысы И және О дыбысы арқылы жасалынады. Я дыбысы И және А дыбысы арқылы жасалынады. Ю дыбысы И және У дыбысы арқылы жасалынады. Сонымен қатар, қазақ тілінде У дыбысы бірде дауысты, бірде дауыссыз бола алады. Егерде дауыссыз дыбыстың алдында немесе соңында кездессе, У дыбысы дауысты болады. Егер дауысты дыбыстың соңында кездессе, дауыссыз дыбыс бола алады. Дауыссыз дыбыстар айтылу кезінде ауаның кедергіге ұшырап шығуы арқылы жасалынады. Қазақ әліпбиінде 26 дауыссыз дыбыс бар. Және қазақ әліпбиінде дыбыс білдірмейтін әріптер бар. Олар айыру белгісі және жіңішкелік белгісі. Тапсырма: берілген буындарды оқимыз.